Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 8-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы и әріптерінің жазылуы. И және қысқа и әріптерінің жазылу емлесін білемін. Сөздегі қатені табуды және түзеп жазуды үйренемін. Тірек сөздермен әңгіме құрастырамын. 29-шы жаттығу. Суретке қарап өлеңде не туралы айтылғанын болжа. Мен тиынмын, қыста жылы киіндім. Қоймам толы жаңғаққа, іші жылы үйімнің. Өлең тиын туралы. Өлең мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жалғастырып көр. Өлең не туралы? Өлең тиын туралы. Тиын қыста қалай киінеді? Тиын қыста жылы киінеді. Қоймасын неге толтырды? Қоймасын жаңғаққа толтырды. Үйінің іші қандай? Үйінің іші жылы. Мына тиынды сипаттап жаз. Қалың жүнді, үлпілдек, құлағында шашы бар, құйрығы ұзын. И дауысты, и дауыссыз дыбыс. И әрпі сөз басында және дауыссыздан соң жазылады. Жиек, би, ит, иса, ал. И әрпі дауыссыздан кейін жазылады. Мойын, мейіз, ай, қайық. 30-ші жаттығу. Суреттерге қарап балалардың не істеп жатқандығы туралы әңгімеле. Бірінші суретте кішкентай қыз анасын қуантқысы келіп, оған әдемі гүл сыйлап жатыр. Анасы қуанып, жылы жымиып тұр. Ал екінші суретте бала үстел үстінде отырып, сурет салып отыр. Ол суретке түрлі түсті қарындаштарды пайдаланып, әдемелеп бояп жатыр. Ал үшінші суретте бала аяқ киімін тазартып сүртіп отыр. Ол өз заттарына ұқыпты қарайды. Ал қысқаша әңгімелейтін болсақ, балалар әртүрлі іспен айналысып жатыр. Қыз анасына гүл сыйлап қуантты, бір бала сурет салып еңбек етуде, ал екінші бала аяқ киімін тазалап отыр. Балалар еңбек сүйгіш, ұқыпты әрі мейірімді екені көрінеді. 31-ші жаттығу. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Анама гүл беремін. Кітаптың суретін салдым. Өзімнің аяқ киімімді тазалаймын. И дыбысының алдында естілгенімен олар жазылмайды. Киім, қиын, жиын. 32-ші жаттығу. Сөздердің қатесін тауып түзеп жаз. Тақия емес, тақия болып жазылады. Киім емес, киім. Әшекей, көйлек, жейде, сақина. 33-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Ерекше сыйлық тақырыбында тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрастыр. Айдос туған күніне досына сыйлық таңдады. Ол көп ойланды. Ақыры дүкеннен әдемі кітап сатып алды. Өйткені кітап ең пайдалы сыйлық. Айдос оны әдемі қағазға орап, досына сыйлады. Досы қатты қуанды. Айдос досын қуантып, өзі де мәз болды. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.